болмас, қоқыс жәшігі деп аталады. Алдарыңызда ақ парақ бердім, қалам бердім. Бір-бірден алып, ортасын теңге бөліңіздер. Сызыңыздар, ортасын теңге сызыңыздар. Сызыңыз ортасын сызыңыз. Екі бөліп сызыңыз ортасын. Сызыңыз тек былай сызыңыз болады. Ортасын сызыңыз. Біз бала кезімізде үлкейгенде өз ата-анамыздың қатесін қайталамаймын деп уәде бердік. Кім өзіне мен өз баламды бұлай тәрбиелемеймін деп айтпады. Бәрімізде осындай ой болды әрине. Ал енді бала өмірге келгенде біздің берген уәдеміз, бала психологиясына арналған кітаптар, құрбыларымыздың берген кеңесі, үлкен апаларымыздың кеңесі бізге көп жағдайда көмектеспей қалады. Ал енді өз ата-анамызды еске түсіріп көрейікші. Анаңыз қандай еді? Қатал болды ма? Үйдегі балалардың барлығына бірдей қарады ма? Сізді өзге балалармен салыстырды ма? Алдарыңыздағы парақты екіге бүктеңіздер. Бірінші бөлігіне өз ата-анаңыздың тәжірибесінен нені алар едіңіздер? Бірінші бөлігіне қандай жақсы қасиетті алар едіңіздер? Соны жазасыздар. Екінші бөлігіне баланы жақсы тәрбиелеуде не кедергі болады? Егер бойыңызда кемшіліктер болатын болса, сол кедергіні екінші бөлігіне жазасыздар. Бірінші бөлігіне анаңыздан қандай жақсы қасиет көрдіңіз? Жақсыны жазасыз. Екінші бөлігіне баланы тәрбиелеуде бойыңыздағы жаман қасиетті жазасыз. Екінші бөлігіне бойыңыздағы бүгін өзім психологпын, бүгінгі тренингте сіздер уже бір нелеріңізден арыласыздар. Жаман қасиеттеріңізден. Bonjour,